Достар, логарифм бар түйдеуді қалай шешеміз? Көп адамдар қиналатын тақырыптардың бірі, солай емес пе? Онда кеттік, бірге шығарайық. Логарифмнің 5 негізінде 4х минус 3 тең 2-ге. Көп балалар келеді де қай жерден тоқтап қалады? 2-ні логарифм негізінде 5 дейді, мына жерде 2-ні қалай жазсам екен деп, осы жерге келеді де тоқтап қалады. Бұл жерде негізгі идея дұрыс. Бұл оң жақты логарифм 5 негізіне келтіруіміз керек. Бірақ та 2-мен арпалысып емес. Жай ғана логарифм 5 негізінде 5 деп жаза саламыз. Болды. Ол бізде бірдей береді, ешнәрсе өзгерген жоқ. Есептің мағынасын өзгерткен жоқпыз. Енді мына жердегі 2 5-тің дәрежесіне жібереміз. Сонда не болады? Логарифмнің 5 негіздері бір-бірімен жойылады да, не қалады бізде? 4х минус 3 тең болады 25 деген қарапайым сызықты теңдеуге келеміз. Одан 4х тең болады 28-ге, х тең болады 7-ге деген жауап шығады. Міне